Қазақстандық екі азамат Таиландта суға батып кетті. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғаш болып көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауды баса кетіңіздер. Таиланд жағажайында суға батқан отандасымыз кешке ауруханада көз жұмды. Сыртқы істер министрлігі осындай ақпарат таратты. Қазақстанда азаматтың суға тұншығып жансақтау бөліміне түскендігі туралы хабарлама 1 маусым күні түскен. Бірнеше күн ес-түссіз жатқан азамат ақыры есін жинай алмады. 2 күн бұрын оның әке-шешесі де Таиландқа ұшып барған. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша қатты жел болғандықтан тура сол күні суға шомылуға тыйым салынған. Біздің азаматтарға жергілікті биліктер суға түспеу туралы хабарлама берсе, сол ережелерді сақтау қажет. Өйткені 3 маусым күні тура сол пляжда тағы бір азаматымыз суға батып кетті. Оны құтқарып үлгермедік. Енді олардың екеуінің де денесі жақын арада Қазақстанға жеткізіледі. Туыстарымен жұмыс істеп жатырмыз, құжаттары рәсімделеді. Әуе компаниямен және басқа да денені жеткізу компанияларымен келіссөздер жүргізіп жатыр.